Сәлем достар, сіздермен бірге жастар бағдарламасы және де оның жүргізушісі мен Динара Нұрбаева. Біз бастаймыз. Сәлем. Саламатсың. Есімің? Динара. Сенің жасың? 14-те. Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендеріміз, сіздермен мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Әдемі. Әдемі. Ой, тамаша. Әдемі есім екен ғой. Жасың қаншада? 10-да. Сәлеметсіз бе? Мен атым Бейбарыс. Жасың? 7-де. 7-де. Әбілқайыр. Әбілқайыр, жасың қаншада? 10-да. Көңіл күйі қалай? Жақсы. Надиман. Жасың? 6-да. Есімің? Қадыр. Жасың? 11. Есімің кім? Еркебұлан. Жасың қаншада? 12-де. Көңіл күйі қалай? Жақсы. Еркебұлан. Актер дегеніміз кім? Киноға түсетін адам. Актер деген кино түсіруші. Сондай деп ойлаймын өзім. Ұлдар кино түсіреді. Ал қыздар актриса болады ғой? Қой? Е? Кинода жұмыс істейтін адамды актер дейміз. Актер ол киноға түсетін адам. Актер деген әнші бишілер. Әншілер, бишілер? Олар актерлар ма? Иә. Актер деген киноға түсетін адам. Болды. Қысқадан қысқа. Кешірім деген нәрсені қалай түсінесің? Кешірім дегенді кешірім деген ол мысалы біреу қателік жасаса, оның кешірім сұрайсың. Сондай ғой. Кешірім ол адамның кешірімі. Мысалы, бірдеңе білдіріп қойсаң, сол адамнан кешірім сұрайсың. Кешірдім деген, кешірші деген. Енді қайталамайын деген. Мысалы, біреу ренжіп қалса, кешірім сұрап, кешірім беру керек. Кешірім. В общем, білмеймін. Кешірім деген, ол бір адамды ренжітіп қойсаң, одан кешірім сұрасаң, ол саған ашуланып тұрады. Сол кезде сен одан кешірім сұрасаң, ол саған кешірімін айтса, Кешіреді. Достық дегеніміз не? Қалай түсінесің? Достық деген ол арадағы бір-біріне жақсы махаббат деген. Достыққа деген махаббат. Достық деген ол екі достың арасындағы достық. Сабақта бір-бірлеріне көмектеседі. Баланың ортасындағы екеуіне жақсы қарым-қатынастықты достық деп есептеймін. Достық ол көп дос болып, олар ажырамайтын сияқты болады. Достық дегеніміз жақсы дос болып араласу білу, сосын достықты сатпау, ақудатпа, досың сатпа деген сияқты. Ей, бәрекелді, Еркебұлан жіберем десең мені, тамаша. Қандай супер қабілет алатын едің? Ұшуда. Қайда ұшып барасың? Мысалы, бірінші не істейсің? Ол қабілет Бірінші алғанда. ұсқанда әлемді аралаймын. Айтқан жеріме телепорт жасап барадым. Телепортация, да? Иә, телепортация. Былай қайттан былай өзің көрінбей тұрып, қайттан былай осы қалпыңа түсірсің. Мен көрінбейтін адам болғым керек. Неге? Енді әркімге көрінбей, қалған кезімде көрінбей қалған адам. Сол қабілет берілсе саған, шынымен. Қандай жақсылық істей алатын ең? Мен андай әжелерге көмектесем. Ұшу негізі ойында. Сондай қабілет, супер қабілет. Не істейсің оны алғаннан кейін? Қалай пайдаланасың? Оны пайдаланғасын андай видео түсірген кезде Супермен деген сияқты ұшуға арналған киноларды пайдаланасын. Сен киноға түскен кезде соны пайдаланатын едің, иә? Жалпы, ата-анаң саған барлығын істеп берем деп тұрса, ең бірінші не істетіп болатын ең? Ең бірінші мен досының саулығын істеткізетін. Осы мейрамын өсесін өтсетін. Мен үйімнен бас дейін соғып бер дейтінім.
видео түсіруге лампа сұраймын. Лампа. Маған кішкентай кірпіштер әпендіші деп. Кірпіш? Кішкентай кірпіштер болады. Содан үй жасап, Ал сен 30 жасқа келгенде не істейсің? 30 жасқа келгенде үйленіп қоямын ғой. Ой, қызың бар ма? Жоқ. Арғай айтса. 30 жасқа келгеннен кейін жұмыс істеймін. уже өзіңді үлкен сезініп қаласың. 30 жаста. Өз қолыммен жүремін, армандарымды орындаймын, жұмыс істеймін, машина аламын. 30 жасқа келгенде мен жұмысымның шаруасын өзгертем. Өзгерте? Қалай? Үйлердің үлгісін өзгертем дегенде да. 30 жасында сен уже үлкен жігіт боласың. Не істейсің сол кезде? Сол кезде қандасыма қадап жүремін, сосын андай оны қорғап бөпеме сүт берем. Бөпеңе сүт бересің. Шымкент қаласына әкім болып кеттің. Елестет. Нені өзгертетін ең? Ойнайтын жерлер естейтінім, өзгертетінім. Көп адам ойнайды, содан қаржы түседі, тағы да ойнайтын жер соғамда, сосын көп адамдар келді, ақша көп болады менде. Домдардың полы суық болады ғой, соны жылытатын полды орнатқызам. Қойш? Барлық үйлерге ма? Ол кезде әлі карантин болатса, карантинді жауып тастайтын ем. Шымкентте жоқ болатын еді. Маскалардың бәрін шешіп, бәрін мусорға тастайтын ем. Сөйтіп? Және ауырып жатқан адамдарға көмектесетін ем. Народный банктың алдында жол қотыр, соны жөндейтін ем. Тағы үлкен кісілердің пенсиясын көтеретін ем. Әкім болғанда мен қазір бұл жерде балалардың көбісі жағдайлары жоқ, сондай отбасыға көмектесем. Папа жоқ, мама жоқ, балаларға көмектескім келеді. Ал танымал актер болу үшін не істеу керек? Жақсы қабілеттерің болу керек. Тағы қобалжымау керек. Камерадан қорықпау керек. Актер болу үшін күшті сабақ оқып, дұрыс ән істеу керек. Оған өнерім болу керек, қабілетім болу керек, киноға деген. Бірінші білімді болуым керек, ойында актер болуға деген сезімім болу керек. Сәл осы ақылды болуым керек. Бастысы білім керек қой, өнер керек. Қандасым, анашым, әкешім, сіздерді қатты жақсы көрем. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Мен әкемді қатты жақсы көрем. Ал анам мен дүниеге әкелді. Мен сол үшін анама рахмет айтам. Ал қандасым күні бойы менімен ойнады. Ал Райхан апам мені өпе кезінде қарады. Мен мамамды, анам мен әкемді мені бағып қаққан үшін рахмет айтам. Және де ештеңеге ешкімнен кем болмасын деп бәрін алып беріп, бәрін істеп, тырысып жүргендеріне рахмет. Осы әлемде тек ана мен әке ғана жақсы. Өмірге әкелгеніне, өсіргеніне, соншалықты қиыншылық көріп мені баққанына, басқа емес, именно мені баққанына, мектепте ешкімнен қалдырмай, өсірмей баққанына рахмет айтамын. Осы сәлемімді анам мен әкеме жолдаймын. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Сіздер мені осылай өсіргендеріңізге өте рахмет. Папа, мама, мен кастингте отырмын қазір. Сіздерге рахмет осындай жерге алып келгендеріңізге.
Біз де рахметімізді айтамыз. Осы Шардарадан бізге Қадырды алып келгеніңіз үшін. Жалпы Қадыр көп рахмет бүгін келгеніңіз үшін. Бізге де рахмет. Сенімен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Саған тек қана жақсылық тілеймін. Арманыңа кете бер, үлкен азамат болып. Біздің елімізді басқа шетелде көрсете бер, жарай ма? Рахмет. Жарайды. Келесі бағдарламада өз балаңызды көргілеріңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, біздің академиямызға келіп, өз балаңызды сынап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Динара Нұрбабаева және де жастар бағдарламасы. Келесі көріскенше аман, сау болыңыз. Сау болыңыздар.